Айдар, болды, мен шешім қабылдадым. Акцияларды сатып алудан бастасам деймін. Қандай кеңес бересің? Әуелі нарықты зерттеп, қандай компаниялардың бағалы қағаздары сатылатынын, олардың қаржылық көрсеткіштерін, дивидендтер көлемін және соңғы рет оларды қашан төлегенін біліп ал. Ұлттық чемпиондар қатарына кіретін компаниялардың акцияларынан бастауға кеңес беремін. Ал неден бас тартқан дұрыс? Әу баста тәжірибе жинап алғанға дейін биржада ойнамауға тырыс. Яғни бүгін сатып алып, ертең сатып жіберіп дегендей, сала туралы білмесең, тәуекел де жоғары болады. Осылайша бүкіл капиталдан тез арада айырылып қалуы мүмкін. Жоқ, мен түсінікті, қарапайым және тәуекелі төмен нәрседен бастасам деймін. Мұндай сұраныстар үшін биржалық инвестиция қоры бар. Тиімді нұсқа ETF қарастырылған. Бұл ондаған немесе жүздеген ірі компаниялардың акциялары кіретін бағалы қағаздар дайын портфелі. Саған әр компанияны зерттеп жатудың қажеті жоқ. Жай ғана ең мықтылардың акцияларына салым жасай алсаң, мұндай қордың пайын, яғни оның портфеліндегі үлесін сатып алуға болады. Түсіндім. Бір ETF акцияны сатып алу ең ірі компаниялардың бірден 100 акциясын сатып алумен бірдей ғой. Өзің тезгі болады екенсің. Дегенмен тағы бір кеңес. Қаржылық шешімді сауатты қабылдау үшін үнемі ізденісте бол. Ақша есепті жақсы көреді.